Қош келдіңіздер бауырсақ каналыма. Бүгін баклажан, картоп, котлет арасына қосып, духовкада дәмді тамақ пісіреміз. Бізге керегі фарш, 2 пияз қостым, 1 жұмыртқа, тоз бұрыш, 1 правасын қосып, жақсылап араластырып қоя тұрамыз. Дайындап болғаннан кейін баклажан мен картопымызды осылай домалақ қып турап аламыз. Духовкада пісіретін формамызды алып, баклажан, 1 картоп, 1 котлет домалатып, осылай арасына қосамыз. Қатар тізіп шығамыз. Баклажан, картоп, котлет, баклажан, картоп, котлет қып, осылай формамызды толтырып шығамыз. Формамызды әдемілеп толтырып алғаннан кейін арасына болгар бұрышын қоямыз осылай үстіне. Осы дайындап қойған тамағымыздың үстіне соусын құямыз. Подливын 5 помидорды майдалап турап аламыз. 200 граммен су құйдым. Сосын тұз бұрышын салып, зәйтүн майын қойып, бәрін блендерден жақсылап айналдырамын. Енді осы дайын болған соусымызды үстіне құйып шығамыз. Сосын духовкамызға 2 сағаттай пісіреміз. Духовкадан алдым тамағымды 2 сағаттай пісті 200 градуста. Ал, мұны өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.